Сәлеметсіз бе көрермен, сіздермен бірге қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Боранбаева Гүлмира Ырсалықызы. Біздің бүгінгі алғашқы қонағымыз номер 5-ші Сыдық Исмаилов атындағы жалпы білім беретін мектебінің кітапхана меңгерушісі Темірбекова Жұлдыз Құрбанбекқызы. Сәлеметсіз бе, Жұлдыз ханым? Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, шүкір. Біздің бүгінгі тақырыбымыз құлыншақ ақыл жайлы өрбитін болады. Қазақта білгеніңмен бөліс деген сөз бар. Олай болса, сізден сұхбат, подкаст алуға шақыртып отырмыз. Сізге алғашқы сұрағымыз. Құлыншақ ақын жайлы қаншалықты білесіз? Құлыншақ зар заман ақындарының бірі. Айтыс өнерінің шебері. 19 ғасырларда өмір сүрген қазақ халқының белгілі суырып салма ақыны. Ол өзінің өткір тілімен әділетсіздікке қарсы шығып, би болыстарды сынап, халық мұңын жырға қосқан ақын. Рахмет. Сіздің ойыңызша осы құлыншақ ақын шығармаларынан бүгінгі оқушы не үйрене алады деп ойлайсыз? Бүгінгі оқушы құлыншақ ақын шығармаларынан шындықты қорықпай айтуды, әділ болуды, халық мүддесін қорғауды, адамгершілік пен имандылықты ұстану секілді маңызды өмірлік ұстанымдарды үйрене алады деп ойлаймын. Иә, жақсы. Оқушыларды құлыншақ ақын сынды классик ақындардың еңбегіне қалай тартуға болады деп ойлайсыз? Оқушыларды құлыншақ сияқты классик ақындардың еңбегіне тарту үшін ең алдымен олардың шығармаларын заманауи форматта таныстыру маңызды. Мысал үшін айтыстарды бейне форматта көрсету, интерактивті сұрақ-жауап ойындарын ұйымдастыру сияқты солай тартуға болады. Жақсы. Ақын шығармаларындағы ұлттық рух пен құндылықтар туралы не айта алар едіңіз? Ақын өлеңдерінде ата салтына адалдықты, үлкендерді құрметтеуді, әділдікті, бірлік секілді қоғамның негізгі тіректерін жырлаған. Мұндай шығармалар жас ұрпаққа ұлттық рухты, салт дәстүрді бойына сіңіруге көмектеседі деп ойлаймын. Иә, жақсы. Сізге соңғы қояр сұрағым, қазіргі қазақ жастары құлыншақ ақын мұрасын білуге міндетті ме? Әрине, ақынның тілі өткір, ойы терең. Ол өзінің айтыстарында, өлеңдерінде жаңағы өзінің тапқырлығымен шындықты жеткізуді, жақсылықты дәріптеуді, жамандықпен күресуді мақсат еткен. Сондықтан да қазақ жастары құлыншақ ақын шығармаларын, мұрасын білуге міндетті деп ойлаймын. Сол үшін құлыншақ ақын өлеңдерін, шығармаларын оқуға кеңес беремін. Иә, рахмет сізге, Жұлдыз ханым. Бүгінгі құлыншақ ақын жайлы подкастымыз осымен тәмам. Құрметті көрермен, бізбен бірге бүгінгі біздің сұхбатымызда өз мәресіне жетті. Бізге бүгін қонақта болған мектебіміздің кітапхана меңгерушісі Темірбекова Жұлдыз ханым. Осымен біздің подкаст тәмам. Сау, сәлеметте болыңыздар. Рахмет назарларыңызға.